Сүре бар. Хиджр сүресінің соңғы 3 аятын ашып қарасаңыздар, Аллах Тағала айтады бізге. Біз ойлаймыз ғой, кейде қиындық түсіп жатқан кезде мен Раббым білмей қалды ма, ескермей қалды ма дегенде жоқ. Аллах Тағала былай дейді. Біз нақты білеміз, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, бірінші пайғамбарымызға айтқан, және бізге де айтып жатыр, ей мұсылман, білеміз нақты сенің олардың айтқан сөздері немесе осы түсіп жатқан проблема кеудеңді қысып жатқаны дейді. Проблема болғанда кеудеміз қысылады ғой, сондықтан жалбарынып жылап жіберуіміз мүмкін дұғаларымызда. Осы халіңді білеміз дейді. Осындай халде бірінші жаңағы алдымен осындай халге түскенде айтайық, сосын мына халде айтамыз. Сонда осындай халде болған кезінде соны не істейін Раббым енді әрі қарай? Сен білдің, енді бәрін біліп тұрсың ғой, мен не істеуім керек? Қадамдары қандай? Қиындыққа тап болған адамның қадамы. Сонда Аллах айтады: "Фасаббих бихамди раббика". Не істейма деп жүру емес. Раббыңды пәкте және мақта. Раббым қайтып отырып па, тұрып па, жатып па, жүріп па, не істейін? Қайтып айтайын, осы тасбихтарды қайтып айтайын, мақтауларды, хамдтарды қайтып айтайын. Вакун минас сәжидин. Сәждеде көрейін сені дейді. Проблема келді ма? Сәждеге жығылса адам егер. Мына кейде біз айтамыз ғой, проблема басымнан асады деген кезде ғалымдар айтады, проблема топырақ пен маңдайының ортасында ғана ғой дейді. Маңдай топыраққа жақындаған сайын проблема азайды ғой дейді. Өйткені сәжде, пайғамбарымыз айтқандай, бұл Аллаға ең жақын жер ғой. Сол ең жақын құлдың ең әдемі бейнесі, сол жерде Раббым деп 3 рет шақырса, пайғамбарымызда тағы да хадистер бар. Я Рабби, я Рабби, я Раббым менің, Раббым менің, Раббым менің деп 3 рет шақырса, Аллах Тағала өзі құлына айтады деген. Ләббайка я абди, құзырыңдамын ғой құлым менің, сұрай қойшы менен, берейін деген. Ойлаңызшы. Сонда қиналып тұрған адам Раббым деп 3 рет шақырып алғаннан кейін сәл кідіріс жасаңызшы, Раббыңыздан осындай иманмен естіңізші, Раббыңыздың сізбен сөйлесуін. Сосын Раббым, мен қарыздан қиналып кеттім, осы мына қиындықтарым, жұмыстарымда қиналып кеттім, шешіп берші, мен әлсізбін ғой десеңіз, ғұламалар айтады, кім өзінің әлсіздігін Алланың алдына келіп мойындаса дейді, 100% мұқтаж екендігін, жер бетіндегі ең күшті адам осы дейді. Осы адамды ешкім жеңе алмайды дейді. Ойлаңызшы. Ал егер кім өзінің қабілетіне, связдарына, байланыстарына сеніп, солармен шешіп кетемін деп Алланы былай тастаса, жер бетіндегі ең әлсіз адам осы дейді. Бұл енді ең күштінің алдында өзін тәкаппар сезінді дейді. Сондықтан бұл жаңа қиналған кездегі кісінің халі осы. Енді бізде сұрақ туындауы мүмкін. Раббым, бұл тек қиналған кезімде осылай болайын ба дегенде, сіздің сұрағыңызға байланысты. Тек сол кезде осылай болайын ба? Аяттың соңғы аятты қараңызшы. Уабуд раббака хатта яътиякал яқин. Өлім сәті келгенге дейін осылай мен сені көрейін құлшылықта дейді. Демек, қиындық кезде де қиын емес кезде де мен осы халімді ұстауға Аллах Тағала маған не берді? Тапсырма берді. Енді бұл тапсырманы орындау үшін ғазиз ұстаз айтқандай, жайлап өсетін нәрсе бар. Оны қалай өсемін? Мен енді мынандай бір амалды бере кетейін. Негізі бұның амалдары көп, бір амалын ғана бере кетейін. Мынау қиын кезде ғана дұға етіп, қиын кезде ғана сәждеге бардым ғой. Енді мен өзімнің басымдағы жарайды сәждеге бармауым мүмкін. Біреудің басына бір қуаныш келіп қалса, менің үйімде, туысқаныма, жақындарыма, соларға қуаныш келіп қалған кезде, соны сәждемен, шүкірлікпен қарсы алу деген осы бір амалды қосыңызшы. Мысалға, сіздің қарындасыңыз, әпкеңіз балалы болды, жиенді болдыңыз. Хабар келді, ол бір үлкен қуаныш па? Бірден сәждеге жығылыңыз, дәретіңіз болса, барып сәждеге жығылып, Раббым деп 3 рет шақырыңыз. Жаңағы иманмен естің